Менің атым Мейер. Менің жұмысым адамдардың естеліктерін өшіру. Біздің миымыз айналаға ылғи да ми толқындарын таратады. Біздің аппарат сол толқындарды оқып, оның виртуалды симуляциясын жасайды. Ал мен сол симуляцияға қосылу арқылы адамның миынан кез келген ақпаратты өшіре аламын. Сабинаның мына жігіті оны 3 ай бұрын тастап кеткен. Өзіне басқа қыз тауып болыпты. Сол үшін Сабина оны өз естеліктерінен жойғысы келеді. Енді осы кафені есіне түсіргенде Сабина өз жігітін есіне алмайтын болады. Кейбір адамдар өздерінің өмірінде болған жағымсыз оқиғаларды ұмытқысы келеді. Я хочу забыть своего отца. Мен өзімнің бұрынғы қызымды ұмытқым келеді. Я хочу забыть 3-й сезон «Игры престолов». Что? Просто это что-то новое. Бұл процедураның адамға ешқандай зияны жоқ. Бірақ егер өшіруді бастаса, оны аяғына дейін өшіру керек. Білесің ба? Егер жарты жолдан өшіруді тоқтатса, адам мүлде ақыл есінен айырылуы мүмкін. Мен бір адамды ұмытқым келеді. Бұл қыз мен үшін ең қарапайым клиент болған. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес екенін жүрегім сезді. Оның бұрынғы жігіті мен екен. Бірақ неге менің есімде ештеңе жоқ. Ал сен қайда жұмыс істейсің? Айтсам сенбейсің, мен адамдардың памятін өшірумен айналысамын. В смысле беременна? Слушай, давай просто сделаем аборт. Мы правильно поступили. Я чувствую себя убийцей. Я хочу все забыть. Бізді Мемлекс компаниясы мазалап тұр. 6 сәуір күні Жәнібеков Мейер біздің компаниямыздан сіз туралы ақпаратты өшіру процедурасынан өтті. Ол енді сіз туралы еш нәрсе білмейді. Оны мазаламауыңызды өтінемін. Сәлесі. Білмейсіз? Не деген қорқақ болған. Шындықты білгеннен кейін Алинадан кешірім сұрап, оны қатты құшақтағым келді. Бірақ олай істей алмаймын. Мен барлығын өшіру керекпін. Алина маған жоғалған естеліктерімді қайтадан сыйлады. Болды ма? Алып тастай ма? Рахмет. Бәлкім осылай менен кек алған шығар. Сау болыңыз.